Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Беккам. Бүгін біз чемпионат мира ойнайтын боламыз. Енді арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Енді біз Франция елін таңдадық. Енді біз Австралиямен шығатын боламыз. Енді играть деген басамыз. Енді дауысын кішкене азайтамыз. Енді 250 подписчик болды. Енді тамызға дейін 500 подписчик жинап тастайық. Енді көп сүрмей жүрмін ютубта. Онда фифаға желанием қашты. Оны тастайын ба деп сондай ойлар келіп жатыр. Енді бүгін біз өзіміз ойнайтын боламыз. Енді қатпаса болды. Енді бұл жерде составымыз жақсы. Кішкене қатып ондай болмайтын шығар деп ойлаймын. Енді бұл жерде ашық жерде пас береміз. Кішкене топ қатты. Кішкене пас береміз. Енді Бенземаның добын тартып алды. Енді бұл жерде Гризман жоқ. Енді бұл жерде допты тартып алған жоқпыз. Енді бұл жерде допты тартып алдық. Пас береміз. Гризман. Енді бұл жерде Эмбапеге. Енді бұл жерде Бензема. Енді Гризманға қайтадан пас бердік. Енді ашық тұр. Бұл жерде Хернандес гол. 15-ші минутта соқтық. Енді бұл жерде адамдар терезеден көріп тұр. Неге олай екен білмей тұрмын. Оны бірдеңе алып настройка жасау керек. ютубтан қарасам ондай жоқ. Айтады, качество қарайды деді. Енді мен iPhone ала шығарым деп отырмын, iPhone 7. Енді ол жерде ютубтың парольдарын білу керек. Бұл жерде Эмбапенің өзі. Енді Қазақстан құрамасы неге өтім этапқа ПФА-ға шықты. Енді Қазақстан Еуро 24-ке өту мүмкін. Енді Португалиямен шықпаса болды. Португалия Франциямен шығады деп естігенмін. Негізі өтірік шығар. Енді өткенде Айымбетов жақсы тепті. 97-ші минутта ма? Ой, қуманыш 90-ші минутта кішкене минут қалғаннан кейін соққан. Негізі мен жерде көрген жоқпын несін. Тиктоктан көріп жүрмін. Енді бұл жерде ашық. Эмбапе. Енді бұл жерде пас береміз. Тағы да пас. Енді бұл жерде Бензема ашық емес. Енді өзіміз алдап шығып кетеміз. Айымбетов сияқты. Енді бұл жерде допты тартып алды. Кішкене алдасып қояды екен бізбен. Енді бұл жерде пас бердік. Эмбапе жоқ. Гризман енді бұл жерде енді тартып алған жоқ. Енді 1 минутымыз қалды. Тоқтайды шығар уже. Енді тоқтайды ау. Кішкене бітті. Енді бітті. Енді келесінші тайм басталады. Енді чемпионат мираның ойнауды до конца барам, біткенше дейін фифаны тастамасам болды. Енді бұл соткадан құтылатын боламын. Енді iPhone 7 сатып алатын шығармын. Енді телефон кішкене қуат ойнаған кезде видео түсіргенде бұл жерде Эмбапе гол! 9-ка гол тықтық. Енді несін көтеріп тастау керек. Нападающий 99-ға 100-ге дейін көтеріп тастаса жақсы болады. Әдемі тепті, әдемі. Енді саналы азық минуттар қалды. Бұл жерде Хернандес жоқ. Кішкене қуды, кішкене пас береміз. Топ тартып алды. Енді бұл жерде подкат жоқ. Шықпады подкатымыз. Енді бұл жерде тоқта. Гол емес. Ой, гол, ё-майо. Енді келесінші ойынға өте аламыз. Біздің мүмкіндік бар, жетеді. Енді бұл жерде біз 3-те 1 қылсау керекпіз. 3-те 1 қылсақ жақсы болады. Енді бұл жерде пас береміз. Пас. Енді Гризман, енді Бензема, енді осы жерден
әттеген-ай, угловой. Біз мына жерден әдемі соққы жасаймыз. Бұл жерде тоқта, Бензема. Гол! Гризманн тықты. Цап 67-ші минутта тықтық. Енді біз жеңілу мүмкінбіз, или финалға шықпай қалатын шығармыз деп ондай ойлар көп. Бірақ білмейміз, шығамыз ба, шықпаймыз ба, или полуфиналда жеңіліп қалатын шығармыз. Негізінен оп-оңай ғой, начинающий ма сондай, или жоқ басқаша мынау. Начинающий бүкілі 5-те 1 қылатын едік қой. Енді бұл жерде подкат топты угловой, енді қарсыласымыз тебеді. Енді кімді жауамыз? Сөз жауаптық. Енді бұл жерде секіреміз. Пас берді. Енді бұл жерде айттеңі алдымыз ашық қалды. Ашық тұрған еді. Бұл жерде подкат жоқ. Подкат жасау керекпіз. Ой, ашық не істеп тұрған еді ғой. Тебе салу керек. Кеттік, алысқа теп көрекші. Не болады екен? Саналы азақ минуттар қалды. Маған пас бер деп тұр. Пас. Кішкене ашық. Тоқта, Бензема өз тебем деп ойлайды. Әттеген-ай. Гол болатын еді негізі. Осы негізі жай тебу керек. Енді біздің неміз аяқталды. Енді бүгін біз жеңдік Австралияны. Енді келесі ойынға өтеміз деп ойлаймын. Енше сіздермен болған мен Бекка. Енше сау болыңыздар.